сәлем. Біз бүгін to be going to do something өтеміз. Қай кезде біз қолданамыз to be going to do something? Болашақ жайлы сөйлегенде. Бірақ әрқашандағыдай кез келген болашақ жайлы емес, белгілі бір жағдайларда ғана. Олар қандай жағдай? Егер де бір нәрсені жасаймыз деп осы айтып тұрған сәтке дейін шешіп қойсақ, оны жасаймыз деген ойымыз бар болса, оны жасаймыз деген ниетіміз бар болса, to be going to do something-ді қолданып болашақ жайлы сөйлеймін. Мысалы, I'm going to get a haircut. Шашымды аламын деген ойым бар, ниетім бар. Сондай шешім қабылдап қойғанмын осы сөйлеп тұрған сәтке дейін, мүмкін кеше, бірнеше күн бұрын, бірнеше сағат бұрын, әйтеуір осы сөйлеп тұрған сәтке дейін шешім қабылдап қойғам. Егер де тура осы сәтте сол шешімді қабылдап, иә, мен шашымды аламын деп, ол басқа шақпа көтеді. Және present continuous for future-дің айырмашылығы, біз әлі ешкіммен келіскен жоқпыз. Уақыт таңдаған жоқпыз, күн белгілеген жоқпыз, өзіміздің жеке күнтізбемізге енгізген жоқпыз. Әзірше жай ғана соны жасаймыз деп шешім қабылдап қойдық, бірақ оның нақты болуына ешқандай шара әлі қолданбадық. Міне сондай кезде осыны жасауға ниетім бар деп қана білдіргіміз келсе, to be going to do something-ді қолданамыз. I'm going to get a haircut. Осыған дейін байқағам, шашым өскетіпті, шашымды алдыртам деп шешім қабылдап қойғам, соны ойлап жүрмін, алдыртам. Бірақ әлі күн таңдамадым. Кейін уақыт таңдап, шаштарашыма қоңырау шалып, бір күнді белгілеп қойсам, мінекей сол кезде мен айту мүмкін, біреу сұраса, мына күні не істейсің дегенде, I'm getting a haircut at 5, so I will be busy деп айту мүмкін. Мен сол күнге бір жоспарларым жайлы айтсам. Ал әлі оған келмесек, жай ғана жасаймын деп ойлап жүрсем, сондай ниетім бар болып жүрсе, мен to be going to do something-ді қолданамын. Ендеше, қазір формуласына мәберегі. Байқасаңыздар, to be going to do something-ның формуласы to be-мен басталып тұр. Ол дегеніміз, бұл формула біз ең алғаш өткен to be-дің формуласына бағынады деген сөз. Қазір еске түсірейік to be-дің формуласын. Болымды сөйлем болған кезде бірінші орында subject болады дегеніміз, одан кейін to be, subject-қа жарасатын. Одан кейін қалған сөздер. Демек, мына жерде біз subject қоямыз, одан кейін to be, одан кейін going to do something. To be going to do something дегенде сол to be-не кез келген бір to be қоямыз, subject-қа жарасатын. Going деген тұрады, қадалып, ештеңке өзгермейді, ешқайда кетпейді формула болғандықтан. To be going to деген міндетті түрде тұрады. Сосын do деген сөздің орнына кез келген етістік қоя аласыздар. I'm going to get a haircut. I'm going to read a book. I'm going to play. Something-ның орнына бір кез келген бір зат айтқыңыз келсе, не жасайтыныңызды, I'm going to get a haircut дегендегідей. I'm going to buy new clothes. I'm going to buy new carpets. Болымсыз болғанда да to be-дің формуласына бағынады. Subject, to be, not, сосын қалған сөздер, Демек, subject-імізді қоямыз, to be-імізді қоямыз, соған жарасатын, одан кейін going to do, do-дің орнына кез келген етістік, something-ның орнына кез келген бір зат. Сұрақ қойған кезде to be алдына шығады, одан кейін subject, going to do something. Қысқа жауабы yes, I am. I am. No, I'm not. To be-дің формуласына сай. Бұл жерде to be көмекші рөлінде жүр. Ендеше тағы басқа мысалдар берейін. I'm going to visit my friends soon. Достарыммен кездесемін, сондай ниетім бар, достарыммен кездесем деп шешім қабылдап қойғам, мүмкін оларға да айтқам, олар да біледі, бірақ біз әлі нақты уақытын таңдаған жоқпыз, әлі белгілеген жоқпыз, ешқандай бір нақты мезгілді. Мүмкін мен және әлі билет сатып алмадым,
ешқандай шара қолданбадым соның міндетті түрде нақты болатындығына әкелетін. Жай ғана сондай ниетім бар. Yeah, I'm going to visit my friends soon in summer. Кейін біз уақыт таңдап жатсақ, билет алып қойған болсам, ол кезде мен айта аламын I'm visiting my friends in summer, or I'm visiting my friends in June, so I won't be here. Мен мұнда болмаймын. Мынандай бір мен жоспарым бар, осындай бір жоспарлап қойғам деп айтқым келгенде, кейін ол present continuous for future'ны қолданамын, иә? Оны біз алдында өткенбіз. Ал мына жерде біз әлі ондай ештеңе жасаған жоқпыз, ешқандай шара қолданған жоқпыз, ешкіммен келіскен жоқпыз. Жай ғана сондай ниетім бар. I'm going to visit my friends soon in summer. What else? I'm going to get groceries. Азық сатып аламын деп айтып жатырмын біреуге. Осыған дейін байқап қалыппын. Бітіп қапты бізде азық. Одан кейін сатып аламын деп шешім қабылдап қойғам. Осы сөйлеп тұрған уақытқа дейін. Сосын мен айтып тұрмын мүмкін біреуге. I'm going to get groceries. Азықты мен аламын деп жай жариялап тұрмын. Сондай ниетім бар деп айтқым келіп тұр. Кейін біреу сұрап жатса, не істейсің кешке деп, сағат 5-те мен айтуым мүмкін. I'm getting groceries at 5. So yeah, I can't come. Ол кезде мен бүйтіп жасаймын деп нақтығы present continuous айта аламын. Өйткені мүмкін мен бір нақты уақыт таңдап қойдым. Ол кезде ол present continuous for future келеді. Ал әзірше жай ғана ниетім бар. I'm going to get groceries деп айтамын. Yeah. Немесе бір болымсыз мысал. I'm not going to buy new shoes, grandma. Сатып алмаймын. I'm not going to buy new clothes. I'm a minimalist. Деп айту мүмкін. Ондай ниетім жоқ деп білдіріп жатырмын. Осы уақытқа дейін шешіп қойғам. Оны мен бұрыннан бері мен оны жасамаймын, жасаймын деген ойым жоқ, ниетім жоқ. I'm not going to do that. Present continuous for future мен айтсам, I'm not doing that. I'm not buying it деп айтамын. Ол кішкене нақтырақ болып естіледі. I'm not doing that деп айтсам. Ал to be going to do something мен айтсам, ол сіздің ниетіңізді білдіреді. Немесе ниетіңіз жоқ екендігін білдіреді. Ондай ниетім жоқ, мен оны жасамаймын. I'm not going to do that. Yeah. To be going to do something айтпақшы емес, мен оны айтайын деп отқам. Екінші қолданысы бар. Ол predictions. Бір нәрсені болжаған кезде, бірақ міндетті түрде сол болжамның дәлелін қазір көру керексіз. Себептерін соған алып келетін. Мысалы, ең танымал мысал, мүмкін естідіңіздер, білмеймін. Аспан бұлтты болып кетті. Күн бұзылып жатыр, сол сіз айтуыңыз мүмкін. It's going to rain soon деп. Өйткені дәлелін қазір көріп тұрсыз, аспан бұлтты. It's going to rain soon деп айтуыңыз мүмкін. Болжам жасап тұрсыз. Немесе күн батып бара жатқанын көріп жатырсыз, соны айтуыңыз мүмкін біреуге. It's going to get dark soon, so yeah, let's head back. Күн батады. Қараңғы болады. Or it's going to get very cold soon деп айтқым келеді. Мүмкін күн батып бізде. Біздің қалада өте суық кешке. Сол сияқты күн біреуге айтамын, hey, it's going to get very cold in the evening, so take your hat or your scarf or your jacket. Қалың киініп ал. Күн суытады деп болжап жатырмын. Өйткені жалпы күн батып жатқанын сезіп тұрмын. Мүмкін ауа райы да бұзылайын деп жатырсыз. Мен сөйтіп айтып жатырмын. It's going to get cold. Деп. Yeah. Тағы да мысалдар берсек, болжағанға. Мүмкін сіз бүгін бір нәрсе жасайсыз, көп жұмыс бар, сіз айтуыңыз мүмкін біреуге, I'm going to get so exhausted after all this. Өте қатты шаршаймын деп болжап жатырсыз. Өйткені сіз себептерін көріп тұрсыз қазір, өте жұмыс көп, оны білесіз, сосын сіз айтып тұрсыз, I'm going to get so exhausted. Немесе кеш ұйықтайын деп жатырсыз, ештеңке үлгермей, oh my
gosh, I'm going to be very tired tomorrow. Yeah, or I'm not going to get enough sleep today, I think. деп айтуыңыз мүмкін қазір. Жұмыстарға қарап, вау, деп болжап жатырсыз. Yeah. Демек, to be going to do something to сіз қолданыласыз егер де бір нәрсені жасаймын деген ниетіңіз бар болса, шешім қабылдап қойған болсаңыз, осы айтып тұрған сәтке дейін, бірақ ешкіммен әлі келіскен жоқсыз, өзіңіздің жеке күнтізбеңізге енгізген жоқсыз, жай соны жасаймын деп ниеттеніп жүрсіз. Сол кезде қолданасыз. I'm going to travel next year. I'm going to, мен сөйтіп шешім қабылдап қойыппын, иә. I'm going to